Жай табада қол жетімді заттармен ешқандай пешсіз оп-оңай жасалатын дәмді медовик жасаймыз. Жұмыртқаға қант, шым тұз, ас содасын, мед, сары май салып, бір келкі болғанша әбден араластырып аламыз. Сосын баяу отқа қойып, тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Асты күйіп кетпес үшін тоқтаусыз араластыра береміз. Сонда массамыз дәл осылай көпіршіп еселенетін болады. Бірден оттан алып, үстіне ұн сеуіп, қамыр илейміз. Жұмсақ иленген қамырымызды алып, теңдей 8-10 бөлікке бөліп, ұн сеуіп, әрқайсысын жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа жайылған қамырды міндетті түрде әрқайсысын вилкамен тесіп шығамыз. Кез келген құрғақ табан алып, отқа қойып, қыздырамыз, сосын асын пәсейтіп, баяу отта осылай пісіріп аламыз. Екі шетін қызарғанша күйіп кетпеуін қадағалап пісіріп тұрамыз. Отты көп ұстамай 40 секунд арғы-бері бетін пісіріп аламыз. Сосын бірден осылай форманы басып, осындай дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Шетін үгітіп, блендермен сыртын әрлейтін боламыз. Әр коржын арасына пломбир кремін жағып, формаға салып, осылай холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Пломбир кремі менде көрші публикацияда бар, жасалу жолы сол жақта анық көрсетілген. Холодильниктен алып, қалған кремді жан-жағына жағып, крошкамен әрлейміз. Қалауыңыз бойынша құлпынай жидектермен әсемдейсіз. Видеоны жоғалтпас үшін сақтап парақшаға жазылыңыз.